Ассалаумалейкум көрермендер, міне мен қазір Айдын Бекмұхамбет, бизнесмен, блогер және Қытаймен сауда-саттық айналысында қазір адамды басқарып және сабақтар үйретеді. Сонымен мен бүгін сұхбат аламын. Айдын мырза, енді бұл кәсіпті сіз қалай бастадыңыз? Осы бизнеске қалай келдіңіз? Сәлем достар, бірінші дұрыстың естіліп жатыр ма? Живой Бекзат бүгін аяқ астынан тосына сұрақ қойып жатыр, керемет болады. Бекзат біздің мүмкіндік атты курсты бітірді. Міне сертификаты алды Бекзат. Бір жағы сол ағалық немізді сыйлап сұхбат алсам дейді. Енді көп созбай, әдеттен озбай нақты айтайын. Қазір айналысып жүрген салам бизнес тренер бірінші. Онлайнда Қытайда да бір уақытта 1000 адам оқытам, ал Қазақстанда да бір уақытта онлайнда 100-200 адам оқытам. Енді бұл сала қалай келдім? Мен 2004 Қытайдан келгем, содан ғылым қудым. 2014 докторлықты бітірдім. Қазірде Әл-Фараби Қазақ ұлттық университетінде мұғалім болдым 8 жылдай. Содан кейін маған былайша өзімнің ішкі бірінші мамандығым экономика еді. Сауда-саттық, бизнес маған қызық болды. Екінші мамандығым жаңағы қазірде математика, физика. Енді физика, математикада бұдан алыс емес қой. Сөйттім да мен өзім бағымды сынап көру үшін қабілетін саттым. Ағылшын тілін білемін, Қытай тілін үйреттім, сосын бизнесті үйреттім, онлайнда сауда саттым. Сөйтіп мінекей 2015 жылдан бастап мен дербес кәсіп ұстадым, осы салаға кетіп қалдым. Адам басқару қалай? Адам басқару өте қиын. Осы кәсіп, осы мамандық қалай алып кеттіңіз? Енді мен басында өзім болдым ғой, шын айтсам. Анау сенің басыңа киіп алған шляпың, докторлығың қалды қарапайым адаммен. Енді адам басқару дегенде адам төменге түсе білу керек. Мен бүгінгі таңда командамызда 16-17 адам бар. Адам келеді, кетеді, жалпы үлкен Айдын арт групппыз ғой. Мәселен біз логистикамен айналысамыз, импортпен, экспортпен. Келеді, кетеді, бастысы мен мейірімнімін, да, мәселен адамға кеңмін. Әрбір қазақ жаман боламын деп келмейді. Адам болғанда неше түрлі адам болады. Принциптер қоясың, жұмыс бөлісі бізде анықталған. Сен видеомонтаж істейсің, сен реклама, сен SMM, сен импорт, сен сауда, сен маған секретар деген бәрінің жұмысы бар. Мына қағазға жазып қойған. Осыны көрсетем, келеді адам, істей аласың ба, істей аламын, зарплата келсін істетем. Егер комби жасса, бірінші айында білінеді өзі. Бір апта жаңағы тест не болады бізде, бақылау. Бір аптадан өткеннен кейін арғы нормаль болады. Енді мына жаққа қарамақты қой бізге. Көрерменнің ренжіп қалмайсың. Менің жеке каналым бар, Айдын Бекмұхамбет деп жазсаңыздар, шығады. Ол жерде біздің бизнеске қатысты біраз ақпарат айтқан. Енді адам басқару дегенде сол. Біздер былай ғой проблема. Бір кісі келеді да басқараса, жаман адам бола ма, жақсы адам жоқ деген сияқты күмәнді өзі ойлап алады да. Сонда ойласаң ол сондай адам тапасың. Мен айтамын, бәрі жақсы деймін. Қазақтың бәрі жақсы. Жақсы, негатив ойлау керек пе? Ол позитив ойлау керек. Позитив ойласаң, негативті жолатпау керек. Адамдарға шарт талап, еңбек, өз нақты болу керек. Келген адам не істерін білу керек. Бол, ары қарай зарплатын белгілесің, жұмысқа кіргізесің. Сосын отчет аласың. Осы қазақтар сіз сияқты, әрбір қазақ сіз сияқты кәсіпкер болып, сіз сияқты бизнесмен болғысы келеді. Сол үшін қандай ұстанымыңыз бар сіздің? Фишкаларыңыз қандай сіздің осындай болған? Біріншісі адаммен жұмыс жасай алу керек. Мен қанша жыл сен бізде мәселен мемлекет қызметкерлері пәлен жыл мемлекетте жүріп алады да, жаңағы өзінің басшық шығар, алып жүрген зарплаты шамалы доктор шығар, немесе басқа бір атақ лауазым бар шығар. Базардағы сатушымен жұмыс жасай алу керек. Мәселен өздеріңіз істейсіздер ме? Жұмыс жасай аламын да тіл тапсам. Бұл бірінші этап. Екіншісі онлайнда болсын, офлайнда болсын адамдармен дұрыс подход жасау керек. Не айту керек, не айтпау керек. Мәселен сен дұрыс сұрақ қоймадың, біреудің намысына тидің жоқ, ол саған отказ береді деген сияқты. Бұл бірінші. Алғашқы 5-7 секунд арасында адамдар түріңе, сөзіңе, неңе қарап жауап бере салады. Осыдан өтсең, ары қарай жұмыс болмайды. Сол сіздің фишкаларыңыз. Осы менде адамдармен дұрыс отношение, дұрыс қарым-қатынас, не айту, не айтпау, көп мыжымау, өзің туралы көп айтпау, қарсы жақтың интересін қолау. Сіздің енді басқа осы Қытаймен де бизнесіңіз және өз бизнесіңіз, мақсатыңыз болашақта енді қандай мақсаттарыңыз бар болашақта? Мен енді былай, менде Қытайда 2015 жылдан бастап мен бүгінгі таңға дейін 4 жыл болды ғой. 4 жылда 40 мыңнан астам шәкірт дайындадым. Енді қазір алып келсін, қиып тастайдың ғой бұл жерде. Қытайда мен енді жаңағы 40 мыңнан астам шәкірт дайындадым. Бүгінде мәселен WeChat'та бізде 500-600 адам отырып, арғы бетте 3 миллион қазақ бар. Солармен жұмыс жасаймын да, енді арғы бетте жерде. Екінші Қазақстанда мен екі жақтың қазағын өзара
бір-бірінен үйресу, Қытайдың нарығын зерттеу, Қазақстан нарығын зерттеу. Мен жалғыз тренерім Қытайда ғана жұмыс жасайды, Қазақстанда тұрып. Мен әзір арғы беттен келіп жатқан қазақтар бар да, бизнесмен. Олар маған келеді, Қазақстан нарығына шыға алмайды ғой. Қазақстан нарығының өзінің тілі бар. Өзінің мәселен интернеттегі әлемі бар бұл жерде. OLX-тен тартып отырып, Instagram, Facebook, YouTube-қа дейін да. Ал ана жақта WeChat, ол жақта басқа портал деген сияқты. Мен екі жағын ассимилястырып жатырмын ғой. Екі адам бір-біріне қарай. Иә, сосын екінші нәрсе, мен қазір Қазақстаннан Омарта деген бренд бал шығарамын да, Қытайға экспорттап жатырмын да, Қытайдағы қазақтарымызға. Біздің қазақтың өнімін Қытайға сатып жатсыз. Қазақты былай қаржыландырып жатсыз. Мен Қытайға мынасы, бірінші аттың ер тоқымдарын шығарғанбыз. Екен аттың ер тоқымдары жақсы да. Екіншісі, біз Қазақстанда шығатын мынау Қазақстанның продукциялары, косметиканы шығардық көбірек. Қазақстанның ішіндегі Украинадан, Беларусьтан келген. Сосын біз нанобалзам деген шығардық. Өте көп шығардық. Нанобалзамнан бір анаумен 70 миллиондай тауар шығардық. Сосын Қазақстанның компаниясы ғой. Қазақстанның сетевой болса да Қазақстан ішіне келген жақсы саттым. Сосын Омарта алды. Енді жақында мен өзім арғы бетке басқа да мынау денсаулық өнімдерін шығарайын деп жатырмын. Қан тоқтайтын сондай бір бағыттар бар ғой бізде. Сосын сондай бағыттар. Екі бағытта жұмыс жасаймын, оларды оқытамын бірінші, сосын мына тауарды апарып сатқызамын. Сондай дүние. Өте сізге рахмет. Осындай сұхбатыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Осындай, мысалы, Бекмұхамбет Айдын осындай кәсіпкер өзі жеке. Әрбір қазақ өйтіп кәсіпкер болып, алға қарай ұмтылса, осындай кәсіпкер болам десе, әрбір қазағымыз осылай істей алады. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, астына комментарияға жазып кетіңіздер, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеом көріскенше күтіңіздер. Достар, енді өзімді қосып кетейін. Бекзат жаңадан блогер болып жүр екен. Молодец, Бекзат, алған қадамың тоқтатпа. Мен бүгін біраз нәрселерді еттік. Алда уақытта осы каналың өзің сияқты қара домалақ қазақтарымыз мені көркейген жақсы көремін да. Мынау соның бір подтверждение документі. Мынау онлайнның өзінің режимі бар. Онлайндағы достар, Бекзатты қолдаңыздар. Мен енді шын айтсам курске келді, таныстық, білістік. Көп өзі бір сонда активист жігіт, қарапайым камерамен тұрып түсіндіріп жатыр. Осы бір талантына ризамын, ешқандай подписчикамыз жоқ. Бүгін біраз айтып жатырмын, бір сұхбат берсеңіз дегеннен кейін көндім. Алда уақытта өзімнің де каналымды да белгілеп кетемін, Бекзаттың каналын. Сен сияқты жастар басында тірлік пәтуасыдан басталады, екі. Адамдар екі деген баға алудан қорқады. Сен тірлігің екі да. Сосын бір телефон каштан көтересің, 3 болады, сосын 4, сосын 5. Біз дегенде 5-ке жасаймын дейді да. Не жасай алмайды, не өзінің мотор тартпайды. Жа достар, осындай бір жағы патриот жігер. Асар белің әлі көп. Өзің мінекей Алматының іргесіндегі базарлардың бәрін аралап жүрсің. Мен сендей шәкірт тапқаныма қуаныштымын. Алда уақытта бар білген мен сенімен бөлісемін. Дистанционный бір қатынаста боламыз. Әлі бұдан да басқа сұхбаттарымыз өтеміз. Қысқа нұсқа болса да баршаңызға денсаулық, ортаймас байлық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Сау саламат болыңыздар. Ол сіздермен болған рахмет, көп келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Молодец. Осы ма? Жете ма?